Абайдың 29-шы қара сөзі. Біздің қазақтың мақалдарының көбі іске татырлығы да бар, іске татымақ түгілі не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарайтұғыны да жоқ. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма, дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүрген құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететін іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып біреуден тіленбей, жанын қарманып адал еңбекпен мал іздемек. Ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса, қар жанады. Сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ. Деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп қорлықпенен өмір өткізгенше малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса, жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? 100 күн атан болғанша бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей арын, шөмеңдеп диванлықпенен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе, періште жолдан таяды дейді. Періштеден садақа кеткір-ай. Періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе зар сұмдығын қостағалы айтқаны да. Атадан, анадан мал тәтті, алтынды үйден жан тәтті дейді. Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар дейсің. Бұлардың бәрі де қымбат ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың ісі емес пе? Ата-ана шамасы келсе мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да артында балаларыма қалсын дейді. Ол ата-ананы малға сатқан соң Құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болуы керек қой.